Қазақтың ертеден келе жатқан ұлттық ойындарының бірі тоғызқұмалақ ойыны. Бұл ойлау қабілеті мен зеріктікке арналған үстел ойыны, логикалық математикалық ойлау қабілеті мен шыдамдылықты шыңдауға бағытталған. Қазақтың тоғызқұмалақ ойынның ережесі бойынша ойынға 2 ойыншы қатысады. Әр ойыншының тақтасында бір-біріне қарама-қарсы орналасқан 9 шұңқырдан болады. Яғни отау деп аталатын барлығы 18 шұңқыр болады. Әр шұңқырдың атауы болады. Бұдан бөлек тақтада қазан деп аталатын жинақтаушы 2 шұңқыр болады. Ойын басында әр ойыншының 9 шұңқырға арналған 9 талдан 81 құмалағы болады. Ойынның басты шарты құмалақтарды шұңқырларға сала отырып, өз қазанына неғұрлым көбірек құмалақ жинау. Тоғызқұмалақ ойыны 4-5 сағатқа дейін созылатын болған. Бұл ойын бұрынғы заманда тақта шықпаған кездің өзінде кеңінен танымал болған. Ол кезде ойыншылар жерден шұңқыр қазып алып ойнаған. Тоғызқұмалақ ойыны біздің заманымызда да кеңінен таралған, әрі тоғызқұмалақ ойыншылардың саны күн санап артып келеді.